Ассалаумағалейкум ағайын, бұл Арқалық қаласында қаладан ет жоқ деген мәселе бойынша көптеген халық хабарласып жатыр. Сол мәселе бойынша мына Сұлу базарына келгенбіз. Осы қаламыз етпен қамтамасыз ететін кәсіпкерлердің барлығы осы жерде жиналып отыр. Қазір 15 күн көлем болды. 15 күннен бері қаламызда 1 килограмм ет сатылған жоқ. Өздеріңіздер білесіздер, еттің қазір жесең кісіге, жемесең түсіне кіретін қазақтың сүйікті асы, сол сүйікті асы қазір Арқалық қаласының халқының қолы жетпей қалды. Мәселе біреу-ақ. Ауылда сататын мал бар, сатып алатын кәсіпкер бар, сататын базар бар, бірақ бізде қисыздандардың әрекетінен осы халықта кішкене қиыншылық көріп жатыр. Осыны алып сатып осымен күн көріп отырған азаматтар да қиыншылық көріп отыр, кәсіпкерлерде. Себеп не? Себеп бізде қисыздан барлық мал евростандартқа сәйкес сойып алаңдар болды. Ал біздің Амангелді, Торғай, Арқалық қаласында бір-ақ жерде не бар? Сойып алаңы бар. Оның өзінің бағасы қымбат. Bir малды 700 шақырым жерден алып келді, бұл сөз оңай емес. Осы мәселе бойынша қазір 15 күн көлемінде Арқалық қаласының азаматтары ашып отыр десе болады. Ал тұтастай мал сатып алуға ешкімнің көп адам жағдайы келе бермейді. Сондықтан да өздеріңізге біліп алып айтыңыздар. Бұл жалпы мәселе облыс деңгейінде шешіле алатын мәселе, шындап келсеңіздер. Бірақ қырсық басшысының әрекетінен осы жағдайлар болып жатқаны белгілі. Осы өмір бойы сатып жүрсе ғой. Мысалы мен осы мәселені көп көтеріп жүрмін, себебі бізде базарда сататын жерлердің бәрінде лаборатория бар. Сол лабораториядан сойып әкеліп, соны өткізсе де болады. Бірақ біздегі қисылдан әрекет осындай алып келді. Бір-екі ауыз айтыңыздар, өздерің қандай күй тауып жатсыздар? Біздің ойымыз сол лабораториялар осы жерге біздің етімізді өткізіп, біз арай кәсібімізді бастау. Жалғыз сіздер емес, қазір көптеген халық, кеше мен көршілерім кіші шақырамызды, осы қаладан шайналып ет таба алмады. Себеп ет жоқ, сатып жатқан бір дәуір ет жоқ. Сіздердің жанайқайларыңызда акимат естіп жатқан енді, акиматтың да қолынан келетін ештеңе жоқ. Өйткені себеп бізде диктаторлық жүйе болғаннан кейін бір ақ адам келеді. Қазір жақын болып шетелде демалыс жүрген соң сіздер қанша барып жатқандарыңды естіп жатыр, бірақ оның барлығы шешілмейтін дүние. Өйткені ол жанындағы орынбасарлар бұны шешіп бере алмайды. Сондықтан да әкім деген әкім 20 күн 30 кетті естіп жатыр. Жоқ, негізінде қай жерге де болса да аула жағдайында сойылып, мысалға Астанаға да, Қостанайға да ет кетіп жатыр ғой. Мына жақтан мысалға Астананың болсын, сырттың болсын, мәслихаттар келеді де сойып алады да Астананың рыногына шығарып жатыр ғой. Бізде де солай болсын не? Значит, убойный пункттар жоқ па? Аула жағдайында мал сойылсын, лаборатория тексерсін, сатуға бізге рұқсат берсін. Бұрынғыша жұмыс қағаз берсін. Бұрынғыша. Жалпы қазір соғым мәселесі келеді, халықтың соғым Или болмаса каждый ауылдан жаңағыда убойный пункт ашып берсін. Конечно. Негізінде үкіметтің негізгі талабы сондай ғой. Заң бойынша әрбір ауданда бәрін имам сатпаздан мал алдыңыз, соңғы бойынша сойып алып бізде қазір Торғай аумағының біз мысалы ең алыс неміз Торғайдың арғаны жері Арқалыққа 700 шақырым. Сіз 700 шақырым бір малды екі алып. Сәке мысалға мен келмейсіз ғой. Районда мысалға Амангелді ауданының мысалға мен бір жаңағы совхозынан мал сатып алдым. Амангелдіде жаңағы убойный пункт бар. Қай ауылда қазір грузовой машина бар? Бәрінде трактор бол. Трактормен мен неше күнде, неше сағатта жеткіземін ол малды? Біріншіден осы мәселені көтерген 2 жылдың өткен болды. Мен ауылда білесіздер, имам ауылдың бір убойный цех болған, өйткені бұл үлкен олигархтар жасаған заң ғой. Біздің депутаттар мен олигархтар бәрі қағаз жүзінде ғой. Осындай. Оның барлығы қағаз жүзінде. Мөр басып 5 теңгеге справка анықтамаларын сатып отыр. Оған сатылып келген мал ғой, оның сатылып келді, одан ешкім зиян шеккен жоқ. Халықта өзінің етін алып жатыр, сіздерден нәпақаны ұстап жатыр. Бірақ осыны келді да бір қоңыраумен кешегі ақсақаловтың келген сотынан кейін жабылды осы. Себеп біреу-ақ жаңағыдай осы біз ең бірінші білесіздер ғой, бірінші Москвадан заң шықса, екінші Торғайда басалатын билік бар. Сондықтан да осындай кәсіп болып жатқаннан кейін қазір қаншама халық қиналып жатыр. Қаншама ауылдың азаматтары малдарын сызданбай отыр. Осы ауылдың бәрін оңтүстік қалған малдың бәрін алатын сіздер ғой. Алып кетті жоқ, малда қалған жоқ. Оншақты күніне бір 5-6 бас мал сататын едіңіздер ғой, дұрыс па? Қазір оның бәрі тоқтады. Себеп осы қырсыздан сіздерді топырлап акиматқа барып жүргендеріңіз көріп жүрміз, бірақ одан ештеңе өніп жатқан жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау облыс ауыл шаруашылығы бастығы Арман Тарғынұлы бұл мәселеге араласу керек. Кім Ақсақалов мырза бұл мәселеге араласу керек. Арқалықтың халқы неге ет жемеу керек? Жоқ, біріншіден қандай проблема? Сіздер түсіндіріңдерші, убойный цех жоқ ауылдарда, дұрыс па? Ет қымбаттайды ма перевозкада или қалай, не болады? Соны түсіндіріңдерші. Біз өзім лично мен дүйсенбіден бастап 2 жыл бойы акиматта жүрмін. Сельхоз управлениеға да бардым. Защитанау предпринимательдер бар ғой, сол кісіге де кірдім мен. Сосын ветинспекцияға да бардық.
бізге айтты, бізде бір заң шықты, убойкаға келіп малды сойыңдар деді. Біз түсіндірдік. Ол біз келеді екенбіз. 700 шақырымнан бір сиырды алып келеді екенмен. Ол сонда қандай баға болады? Алюминстройдың бағасы болады. Сосын бәрі расход, ет қымбаттайды. Бүкіл жерде етін біз қымбаттатсақ, келеді налоговый келіп тексереді бізді. На каком основании сен қымбаттатып тұрсың деп. А им же без разницы, что без етті қымбаттаттым. Акимат что отвечает вот на ваши требования? Вы же объясняете, да? Да, на мои требования он объясняет. Бізде заң бар, бітті. Бізде заң бар. Жоқ, типа получается, подождите, получается, что сейчас все мынау расходтар біз етке қосасыз, қымбатты болсын. Бола берсін, солай айтып отыр ма Акимат? У нас большая проблема. Перевозка. Біз еще түсіндіріп айттық. Мен 30 жыл ет сатамыз осы Арқалық базарында, біз 30 жыл ет сатамыз. 30 жылда біз всегда солай нетедім. Лаборатория центральныйда тұратын тұғын. Сойып алып келеміз, лабораторияға апарамыз, өкпе бауырын бәрін тазарады, қарайды, содан кейін мы только на прилавка ставили это мясо. А қазір бізге ондай болмайды дейді. Болмайды, все, уперлись, болмайды. Бармаған жеріміз жоқ. Прокуратураға да бардық. Бүкіл акиматты 2 жеті болды. Ешқандай проблема шешіп жатқан жоқ. А біздің ешкімнің біз үшін халық та ешкімді, наоборот, бізді жамандап жатыр. Ойбай, бұл мясникті көтеріліс жасап жатыр. Еті қымбаттату үшін деп. А ондай емес. Бізге біздің жаңалықтарымызды ешкім естіп жатқан жоқ. Давайте біріншіден бастайықшы. Вот Торғайдан, вот Арқалықтан Торғайдан КамАЗ жалдауға неше мың тұрады? И убойный цехқа апарады. Расходтар қанша болады? Көп па шығын? 150 мың КамАЗ жалдаймыз. Сосын неге алып келеміз? Бір сиырды. Қанша? 150 мың. 150 КамАЗ айдайсыз, сосын мясокомбинат қанша алады? 30 мың жылқы деді, 21 мың не деген. Енді есептеңіз бар, светіміз бар, арендамыз бар. Содан кейін лабораторияға келеміз. Енді тексереді ол сөзді бәрін тексеріп шығарады. Вот ет қаншаға қымбаттайды, қалай ойлайсыз? Қазір мынау бәрін шығындар қоссаңыз етке. Бізге жай адамға, потребительге қанша тұрады бір ет, 1 килограмм? Минимум 3800-4000 ғана бар. Потому что жолдың бәрін расходты жабамыз ғой біз. Ол расходты қайда жабамыз? Етті жабамыз. Ол қымбат. Ол қымбат. Біз айтқанбыз, негізі айтқанбыз 3200-ден біздің Қазақстан бойынша Арқалықта 3200-ден баға. Ол реалды баға өзімізге 3200-ден сатып жатқанымыз. Енді кеше біз барғанда, акиматқа барғанда, сендер неге жолдарын соған қоспайсыңдар? Онда қоссақ біз 3800-4000 ол өз бізді уже оған. У нас такой зарплата есть. У нас зарплата 100 тысяч, охранник муж получает 80 тысяч. Он сонда нан ала ма, ет ала ма? Мәдина, мысалға мен жаңағы бар ғой, 150 мың жаңағы жолға беремін, мына жаққа келіп жаңағыдай 20-30 мың төлеймін. Сонда бір малға мен мысалға 1000 жерден 5 мыңнан сатайын, 6 мыңнан сатайын етті. А ол ақшаны шығара алмаймын мен. Потому что мен жаңағы мал сатып алған ақшам тұрдым да 150 мың ақшам кетіп қалды. А бұл ақшаны қайдан шығарамын мен? Мен 1000 жерден 5 мыңнан сатайын, бұл ақшаны шығара алмаймын. Ол еще момент, Серик аға, мындай момент бар. Қазір прилавкта 4 мың болса, ертең фермер қалай ойлайды? Яғни 4 мың сатып жатыр, мен солай, мен тағы да қосам. Ол тағы да өседі ғой. Солай болады ма? Еттің бағасы солай өседі ғой өзі. Мәселе мында ғой. Мәселе бұл кісілер барлығы жиналып бір оптыма мал әкеп жатқан дұрыс па? Бір кәсіпкер бір сиыр алып келуі мүмкін. Бір сиырды 7 шақырым әкелу үшін 150 мың сыртына ақша кетеді. Сіз оны 200-ге ет болатын болса, соған сіз қоса беріңіз жаңағы 200 мың теңгені тағы да. Бұл бағаның өсуі сол ғой. Мен ойлаймын, кеше осы қымбатшылық тоқтам деп Тоқаев 16-сында жиын өткізді, бағаның бәрін өсіріп тоқтатыңдар деді, дұрыс па? Бұл қарап отырсаңыз, біздің Қостанай облысы Арқалық қаласында Тоқаевтың үкіміне саботаж жасап отыр деген сөз. Кәсіпкерлердің не кінәсі бар? Дұрыс, мысалы мына кісі барып бір жерден барып 10 бас мал әкеліп ұстап тұра алмайды. Бұл кісі барса жеңіл машинамен барып бір басын сойып алып келеді. Жалпы бұрында өмір бойы ет сатылды ғой, сатылды, базарлар сатылып жатты. Оның өзінің нормасы бар тын. Бұлар сойып алып келеді да, лаборатория тексеріп өткізетін. Бұлардың талап етіп жатқаны сол ғана. Сіз пока біз оның логистикасын дайындап алмайынша, ауылдарда логистикасын дайындап алмайынша, бұларға мүмкіндік беру. Әр ауылға сал, әр ауылда кәсіпкер ұстайтын, сонда салда сат. Ал осыған дейін Амангелді, Торғайда, Арқалықта болған қағазы бар бойынша сойып алаңдары, оның барлығы анықтама сатып отқан 5000 теңгеден. Ол 5000 теңгені бұл кісілер төлеп алатын, өздері сойып әкеледі. Бір адам көмектеспейді. Бұл кісілер өздері сояды, өздері жинақтайды, өздері алып келеді тасып перевозқа. Содан нәпақасын тауып отқан кәсіпкерлер. Қазір қаншама кәсіпкерлер зиян шегіп отыр. Ал бұған назар аударып, бүгін ертең назар аударады деп ойламай, бұған ауыл шаруашылығы министрі деп айтсам дартты олар. Бұл Қостанай деңгейінде Ақсақаловпен анау ауыл шаруашылығына кеткен
Тарғылыч, Арман Тарғылыч осымен айналысып бұны бірақ звонокпен шешетін не. Өйткені біз халыққа қыс келе жатыр, қазақ етсіз өмір сүрмейтінін білесіздер, оның рационда 50% ет. Сондықтан да неге біз қыс бақтауымыз керек? Қазақтың келіп кететін қонағы бар, құдақ жегжаты бар, қазір жүр жиналып, тұтас алайын десе малға ақша жетпейді, тұтас килограмм алайын десе базарда ет жоқ, енді не істеу керек? Басқа жерде қалай? Білесіз ба, Қостанай жаққа қалай? Қалай жұмыс істеп жатыр олар? Қостанай жақта мен өткенде барғанда местный сататын жерде әрбір жерде не бар? Ветлаборатория. А келесің етті, сүрет осындай тұрлапқа қояды, етін тексереді, жаңа базарға кіргізіп. Любой жерде солай. Астанада да солай. Ол жерде убойный деген жоқ. Лабораториясы Базарға алып келеді, соны сояды. Неге? Базарға алып келіп, жүргізіп өткізеді. Уже ветлаборатория нелері бар. Серега, интересная ситуация получается, да? Акимат должен как бы здесь решить проблему. Получается, наоборот, усугубляет. Уже 2 недели люди страдают без мяса. Получается, без мяса. Они должны, наоборот, облегчить и устранить быстро, чтобы не было. Потом решать уже дальше по закону. Сейчас, получается, люди страдают. Из-за всей вот этой суеты, извините за выражение, страдают люди. Мысалы мен мал ет өндірушімін, дұрыс па? Мен ет өндірушімін, мен мал бағам, дұрыс па? Бұл малды сатып алатын кісілер осылар ғана. Келе мен мысалы керек жағыма бір мал сатып, осыларды шақырамын, осылар сатады, түсін ба? Бұл кісілер сөйлерін сойып алып келеді, базарға сатып өзінің нәпақасын алады. Қазір ол малдың бәрі тұрып қалды. Қазір қазақта отын судың уақыты, қазір отын суға мысалы ауылдарда қаншама адамдар малдарын сатып алмай отыр. Ал отын сатып алатын сырттан келетін, оңтүстіктен келетіндер бар. Оларға қазір біз мемлекет не қойып жатыр, шектеу. Қазір малдың бағасы ауылда арзандап келе жатыр, еттің бағасын бір жерде қымбаттауға халықтың жағдайы көтермейді, бұл кісілердің жағдайын кім түсіну керек? Мәселе осыда. Қазір мінекей біз неге мен президентке Қостанай облысы сабақтар жасап жатыр деп отырмын. Именно біздің арқалықтың ғана Қостанайға да баратын арқалықтың малы, Торғайдың малы, басқа жаққа да бар, оңтүстікке Торғайдың малы, осы Торғайдың малын тоқтатып тастады. Себеп Өзбекстанға өтіп жатқан біздің малдар еді. Енді қазір себеп осындай. Ал мен көп мал ұстағаннан мен жаңағы оқтың тиіп жүремін. Ал адамдар бар, бір сиыр, 2 сиыр ұстап, соған бір сиырын сатып, көмір алып, бір сиырын тамақ қылатын азаматтарға мүлдем қиын болды ауылға. Не істеу керек? Мәселе осыда. Мәселені шешу керек деп ойлаймын. Да, мүмкіншілік беру керек. Бұрында сіз бірінші халықтан заңды талап ету үшін бірінші логистика жасап беріңіз. Да, әр ауылдан салып беріңіз, салуға мүмкіншілік беріңіз. Салатын кәсіпкерлер бар. Бізде қолдау жоқ. Қазіргі заң біздің үлкен олигархтарды қолдайтын заң. Олигархты, мысалы, біз үлкен тера деген ет бордақалан бар. Мысалы, қазір оңтүстікке жауып тастау арқылы біз малымызды тераға апарамыз. Ал терадан барып мал сатып алып келмейді. Соның барлығы осыны айналып келеді, біздің халықтың жағдайы үлкен қиын жағдайға келді. Лаборатория центральный поместье өткізу, бағаны ұстап қалу. Ал енді жаңағыдай требовать ететін мындай біздің немізді орындамаса, еттің бағасы 4-5 мыңға дейін. Ақыл көтерілмейді ғой? Ақыл көтерсе де халық көтерілмейді, ақшасы көтерілмейді. 3200-ден сатып атқан бағына келді, бізге өсірілді резон болады. Сонда биліктің мұнда түсінбей тұрған Арқалық қаласының билігінің мақсаты ет өсіру болып тұр осы арқылы. Осы уақытқа дейін келді ғой, дұрыс па? Осыдан 2 жыл бұрын біз өмір бойы ет сатып келді, халық етін алып келді, осында алып келді. Ендігі мәселе кеше Тоқаев 16 күн жолдау жасағаннан кейін Арқалық қаласының билігі ет өсіруге ықпал жасап жатыр деген сөз. Ол еттің өскені мал сатып отқан маған да қойған шығар, бірақ оны алатын адам қайда? Алатын кісілер осылар ғана ғой. Арқалық маңында етті алатын сіздер ғана. Жалақы көтеріліп жатқан жоқ, пенсия көтеріліп жатқан жоқ мысалы. Халық көтере алмайды ол бағаны. Арқалықтың көп бала анамыз мысалы. Предпринимательство почему? Вообще отдел предпринимательства поддержку должен защищать всегда предпринимателей, да. Бір жерде осы жерден нәпақа тауып отқан адамбыз. Мысалы көп бала аналар бар бұл жерде. Мінеки 2 жеті болып біздің жанайқайымызды ешкім тыңдап жатқан жоқ. Енді қарашы, кеше бізге білдеп айтты. Ертең ярмарка шошқа шығады деп. Ол қалай шығады? Мен шошқаға, потому что мясокомбинат жоқ, убойница жоқ. Шошқа сойылады. Дворда сойылады. Лаборатория тексереді, ол может сата беруге дейді. Сонда қалай болды бұл? Получается, шошқаға можно, а біздің основной, который креске, болмайды. Вот ол қалай ол, заң бір жаққа істейді, бір жаққа істемейді, получается. Интересно. Сонда да
бар осындай Мен всех который защищает нас предпринимателей. Мен сол кісіге барып жоқтым, айттым. Мына не деген масқара, неге бізге қолдамайсыздар сіздер деп. Бізде заң деп болды. Бізде заң, сендер мясокомбинатқа сою керек. Біз сендерге возможность беріп тұрмыз ғой деп. Почему Амангелде ашты мясокомбинатты? Убойный цехты ашты, істеді, 5 мыңды алды, болды, жауып тастады. Жоғарыдан приказ келді, мясокомбинат ашты деген. Ақшаны алды, кішкене жұмыс істеді, жауып тастады. Пусть условия создают, совхоздарға берсін, райондарға ашсын. Если біз сонда істемесек, апарып сой алмаса, сонда ғана бірінші жоғарыдан барып тексеріп, бірінші реттеп алу керек қой. Бас жоқ келді бізді жауып тастады. 2 жері болды, например. 7 баласы бар, 4 баласы бар, студент оқытып отырмыз. Біз ешкімнен барып ақша сұрап жатқан жоқпыз, қол жайып жүрген жоқпыз. Біз уже 2 жеттен бері акиматпен тоздырып жүрміз табалдырған. Бірақ бізге бәрінен есігі жабық. Бізде еще көшеде халықтар кездесіп неге сатылмай жатыр, біз кеше киіктің етін ешкім алмайтынын білесіздер, дұрыс па? Киіктің толып тұрған шығар. Бірақ қазақтың осы мәселе бойынша мен ойлаймын, мынау облыс әкімі, облыстың прокуроры бар, заңдық құрылымдардың. Біз бұл заң қашан қабылданды? Бұл заң қабылданғанына қазір 5-6 жылдың көлемінде болды. Осы убойный цех туралы заң қабылданды. Содан бері осы уақытта сатып бердіңіздер ғой. Сатып бердік, ешқандай проблема болмайтын. Алиментстройдың оның бағасында түсіріп берейік дейді, 20 мың 30-ға, 10-ға түсірейік дейді, 15. Ол біздің оның бағасына емес. Біз ана жақтан әкелу бізге қиын. Ол бізге қиын. Соны ол түсінбей тұр олар. Ол мәселе ол түсіруде емес, түсіре берсін жайпақ. Бәрін әкелемейміз бізді. Мен 20 мың мал сою үшін қымбат емес. Соғымда ол 20 мыңға сойып жатыр. Сіздер де келісесіз. Егер сіз иманттан алып, иманттан сойып алып кететін болса, сіз келісе беріңіз. Өйткені қалтаңызға қол салып тұрасыз, сойып береді, дұрыс па? Сіз өзіңіз сойғаннан гөрі. Ал қазір сіз өзіңіз соясыз, еще сойғаныңызға 5 мыңды төлейтінсіз. Ал қазір келді оның әкелу главный логистикасы дұрыс емес. Біз Германия емес, сол кішкентай ғана біріншісінде 1 миллион атқан ауыл емес па? Бұл Европаның заңдары бар. Біз Европаның заңдарын соған көшіріп әкеліп қойды да, айналып келгенде халық соларға барғанменде совхоз жағынан жүріп дайын тұрған мал жоқ па? Әрине. Бізде центральный базада лаборатория бар. Соны сол жерге бізді өткізсе, сол біздің түріміз. Бұрынғы жағдайға қайтып келмейді. Әрбір ауылда подпорный забой дейді ғой, соған сатып берсін. Заң не шыққан жоқ қой, бізде мясниктерден ет сатып кетті, анау неден фарштан не болып, ешқандай болмаған нәрсе ғой. Өмір бойы лаборатория бізде күшті істейді. Бәрі Надежда Николаевна бар, сол қарайды, бәрі. Ярмаркада ет сатамыз ғой, сонда бір 100 теңге көтеріліп кетсе, акиматтан жетіп келеді, бағаны көтеріңдер, түсіріңдер, мына бағаға сатыңдар деп бізге баға қойып кетеді. Ал енді өз сөздеріне өздері қарсы шығарып, бізге айтады, 20 мың 30 мың сойыңдар, сол расходты етке қосыңдар. Сонда ол еттің бағасы бар шашақтар. Сонда өз сөздеріне қарсы шығып отыр. Біздің қаланың билігі еттің бағасы өсуіне мүдделі болып тұр ма дейді. Бұндай жағдай осы біздің арқалықта ғана болады деп ойлаймын. Қазір қостанайдың кәсіпкерлері келіп ет әкетіп жатыр. Олар барып анда өйткені бәрі келіп Атбасар Астанаға кетіп жатыр. Ал біз қазір осы қисық заңмен біз арқалықтың кәсіпкерлерін тоқтатып тастадық. Оның үшін жоғары жақтар бұл есту керек деп ойлаймын. Өйткені Арқалық қаласының осы мәселесін билік болып тез шешпесе, халықтың жағдайы ушыға береді деген сөз. Бұл кісілер кәсіптердің басшысына дөңгелесіп кетуі мүмкін. Қазір мынау көлігі барлар Астанаға апаруы мүмкін, өйткені кетіп жатыр ғой. Иә, жоқ, әкетіп жатыр ғой. Әкетіп жатыр. Ол біздің осыған қарап жатыр. Осы Арқалықта ғана осындай мәселе бар. Сонда сіздердің жанайқайларын түсінемін, бірақ біздің қолымыздан келетін ештеңе жоқ. Біз осыны жоғары жаққа жеткізу, қазір Арқалық қаласының депутаты ретінде бұл мәселеге біздің мәслихаттың басшысы Гүлбан Төкеннен араласуын сұрар едім. Өйткені депутаттардың қолында көптеген үйде. Бәріміз түсінеміз, бәрімізге сауалдың азаматтарсыздар, бірақ қолдан келер амал жоқ. Мен бүгін нан ашып бере қоймайды. Бұның барлығы ауылдың тіршілігіне мұрны доғына иіс алмайтын депутаттардың соны қорғайтын лоббистердің әрекеті осындай мәселе болып тұр. Біз шетелдің заңын әкеліп кіргіздік осыған. Ол заң 10 шақты жыл бұрын қабылданады. Бүгін бір күнде осы Арқалықта осы заң келді. Осының барлығы бағаның тұрақтануы емес, бағаның өсуіне алып келе жатыр. Одан кімге жатыр? Қазір процесс мәселе өте жоғары біздің Арқалық қаласында. Бәріміз сәттілік тілеймін, шешілетін шығар деп ойлаймын. Вот вы слышали всю проблему. В городе сейчас уже 2 недели нет мяса на прилавках. Причину вы слышали, проблемы мясников. Закон давно действует, но начал почему-то вот последние 3 недели этот закон работать. А страдают люди.
из-за этого закона сейчас не подготовки условий для убоя скотины, цена вырастет. За килограмм мяса будут, сами вот слышали, от 4000 начнется, даже может до 5000 дойти. И кто это потянет? Будет опять страдать потребитель. Мы, простые люди. Всем ассаламу алейкум, мира и добра.